Ассалаумағалейкум. Бұл дүние шалқайған кеудемен емес, иілген мейіріммен әдемі екен ғой. Осыны көбіміз түсінбей жүрген сияқтымыз. Біз бәріміз мейірімділікке мұқтажбыз шынында да. Күн артпа бекер заманға, не болса солсын санаңда жылы сөз айту үшін де мейірім керек адамға. Бастайық жақсы қадамға, айтамын саған, оған да жылы сөз есту үшін де мейірім керек адамға. Қай жерің артық айтшы өзің, надандық етсең наданға, жақсылық жасау үшін де мейірім керек адамға. Айналаңа бір қарашы, қабақ шытпа тек қоғамға, жымиып күлу үшін де мейірім керек адамға. Мейірім керек маған да, мейірім керек саған да, мейірім төкпес тәңірде мейірімсіз адамға. Өлеңнің авторы Әбілқайыр Асылбекұлы, яғни мен. Өлеңім ұнаса каналға тіркеліп, жүрекшені басып қойыңыздар. Мейірімді болайық. Мейірімділік Аллаға тән қасиет. Мейірімділік ол пайғамбарымызға тән қасиет. Алла тағаланың әділдігінен мейірімдігі басым деген жәннат 8 қабаттан, тозақ 7 қабаттан деген себебі Алла тағаланың мейірімділігі